Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз кейіпкерлер. Бүгінгі сабақта программалы ойын алаңында бірнеше кейіпкермен жұмыс істеуді үйренеміз. Бірінші суретте қандай сағат түрлері бейнеленген? Әңгімеле. Суреттегі сағаттар нешені көрсетіп тұр? Еліміздің барлық өңірінде уақыт бірдей ме? Ойынды ортаға сал. Сағат тілдерінің қозғалысын қалай жобалауға болады? Кейіпкер жобада көрініске қатысатын, белгілі бір іс-әрекеттерді орындайтын объект. Әр кейіпкердің өз ерекшелігі болады. Кейіпкер сахнада қозғала алатындығымен көріністен ерекшеленеді. Программалау ортасында жобаны орындау кезінде бірнеше спрайтты қатар қолдануға болады. Скретчте кейіпкерлер мен көріністерді қолмен салуға немесе басқа дереккөздерден алып қосуға да болады. Жобаға кірістірген спрайт туралы ақпарат алу үшін спрайттағы инфо батырмасын басу керек. Инфо батырмасының терезесінен спрайттың атауын өзгертуге, сахнадағы орын анықтауға, бұруға, жасыруға не көрсетуге болады. Дүние жүзіндегі елдер әртүрлі уақыт белдеуінде орналасқан. Сондықтан оларда уақытта түрліше көрсетеді. Егер бір мемлекет бірнеше уақыт белдеуінде орналасса, онда сол елдің жер көлемінің үлкен болғаны. Қазақстан 2 уақыт белдеуінде орналасқан. Еліміздің батыс өңірінде Нұр-Сұлтан қаласындағы жергілікті уақыттан 1 сағатқа айырмашылық бар. Бұл жеріміздің кең байтақ екенін білдіреді. Енді балалар практикалық жұмыс жасаймыз. Скретчте еліміздегі 2 уақыт белдеуіндегі сағаттардың жұмысын көрсететін жоба құрастырамыз. Практикалық жұмысты орындаудың алгоритмін көрсетіп, жобаға түсініктеме берейік. Бірінші жобаға көрініс ретінде секунд, минут, сағат тілдері көрсетілмеген 2 бірдей сағатты орналастырамыз. Жобаға кейіпкер ретінде секунд, минут, сағат тілдерін қоямыз. Үшінші сағаттардың жоғарғы жағына астанамыз Нұр-Сұлтан мен батыстағы ең шеткі Ақтау қаласының аты жазылған спрайттарды орналастырамыз. Төртінші сағаттың тілдері дұрыс айналым жасауы үшін сағаттың дөңгелегі 360 градус екенін есепке алып, мыналарды білуіміз керек. 1 минутта 60 секунд бар. Онда 360 бөлінген 60 тең 6 градус деп алсақ, секунд тілі әр секунд сайын секунд тілі 6 градусқа бұрылады. Секунд тілінің скриптісі мына суретте берілген. Секунд тілі 60 секундта толық бір рет айналғанда, минут тілі 6 градусқа жылжиды. Минут тілінің скриптісі 7-ші суретте берілген. Сағаттың циферблатында 1 мен 12 аралығында сандар бар. Сағат тілі 1 сағатта 360 градус бөлінген 12 тең 30 градусқа бұрылуы керек. Олай болса, сағат тілі бір сызықшаға қозғалуы үшін 60 көбейтілген 12 тең 720 секунд күтуі керек. Уақыт жобасының орындалу сәті мына суретте көрсетілген. Еліміздің батыс өңіріндегі уақыт Нұр-Сұлтан қаласындағы жергілікті уақыттан 1 сағатқа айырмашылық бар. Қазақстан 2 уақыт белдеуінде орналасқан. Бұл жеріміздің кең байтақ екенін білдіреді. Енді скретчте еліміздегі 2 уақыт белдеуіндегі сағаттардың жұмысын көрсететін уақыт жобасының жасалуына түсініктеме беріп, қалай орындалатынымен танысайық. Жобаға кейіпкер спрайт ретінде сағат, минут, секунд тілдерін таңдаймыз. Жобаға көрініс ретінде сағат, минут, секунд тілдері жоқ 2 бірдей сағат қолданылады.
Сағаттарға Нұр Сұлтан мен батыстағы шеткі Ақтау қалаларының атауы жазылған спрайттар орналасады. Сағат тілдері дұрыс айналым жасау үшін төмендегі есептеулерді білуіміз керек. Сағат дөңгелегі 360 градус. 1 минутта 60 секунд бар. Олай болса, скрипттен көріп тұрғандай, секунд тілі әр секунд сайын 6 градусқа бұрылады. Себебі 360 градус бөлінген 60 тең 6. Жоба келесі жолы іске қосылғанда секунд, минут және сағат тілдерін өз орнына орналастырып тұру үшін X, Y нүктесіне өту командасы қолданылған. Секунд тілінің скриптісі келесідей. Секунд тілі толық бір айналғанда минут тілі 6 градусқа жылжиды. Сағаттың циферблатында 1 мен 12 аралығында сандар бар. Сағат тілі 1 сағатта 30 градусқа бұрылады. Себебі 360 градус бөлінген 12 тең 30. Олай болса, сағат тілі бір сызықшаға қозғалуы үшін 720 секунд күтуі керек. Себебі 60 көбейтілген 12 тең 720. Сағат тілінің скриптісі мынадай болады. Енді уақыт жобасының орындалу сәтін тамашалайық. Келесі тапсырма орында. Жер шарында 24 сағат белдеуі бар. 0-ші сағат белдеуі Ұлыбритания мемлекетінің Гринвич аймағында орналасқан. Нұр Сұлтандағы сағат Гринвичтегі сағаттан 6 сағат алда жүреді. Яғни екі қаланың арасындағы уақыт белдеуінің айырмашылығы 6 сағат. Тапсырма. 9-ші суреттегі уақыт жобасына Гринвич уақытын көрсететін 3-ші сағатты қалай қосуға болады? Жұбыңмен орында. Суретте көкегі бар сағат, электрондық сағат, қабырға сағатының суреттері берілген. Осы сағат түрлерінің бірін таңдап, скретчте жобасын дайындаймыз. Ойлан, көрініс пен кейіпкердің айырмашылықтарын ата. Жобаға кейіпкерлерді қосудың қандай тәсілдері бар? Олардың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Балалар, бүгінгі сабағымызды ауа райы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.